Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жүйелі қателерді азайту стратегиясы. Тақырыбымыздың негізгі ұғымдары мен анықтамаларына тоқталайық. Қате – бұл есептелген көрсеткіштер мен зерттелетін құбылыстардың нақты, яғни шынайы шамалары арасындағы ауытқулар немесе айырмашылықтар. Жүйелі қате немесе жылжу, ағылшынша bias дейміз, нәтижелердің шынайы мәндерден жүйелі ауытқуы, яғни жүйелі дегеніміз не кездейсоқ емес, бір бағытты үрдісті ауытқу. Кездейсоқ қате іріктемедегі жеке бақылау нәтижесінің популяциядағы шынайы мәннен ауытқуы, тек кездейсоқ жағдайға байланысты. Клиникалық сынақ бастамас бұрын іріктеме өлшемі мен қуатын анықтау қажет. Әсердің статистика ретінде маңыздылығын және сынақ кезінде табылған пайданың нақты жоқ екеніне сенімді болу үшін сынақ көлемі өте үлкен болуы тиіс, әрине егер де бұл мүмкін болса. Мұнда үлгінің көлемі туралы айтылып жатыр. Яғни ол үлгінің көлемі, бақылау саны, талданатын объектілердің саны және тағы басқалар. Жалпы қателер қай кезде пайда болуы мүмкін? Жүйелік қате зерттеудің әртүрлі кезеңдерінде, яғни жоспарлау немесе талдау кезеңінде пайда болуы мүмкін. Ол іріктеумен, өлшеумен, тіркеу және де факторлардың ауру нәтижесіне әсерін бағалау кезінде араласатын факторлармен байланысты болуы мүмкін. Кездейсоқ қате өлшеу кезеңінде, деректерді тіркеу кезінде немесе деректерді қағаз тасығыштан компьютерге көшіру кезеңінде пайда болуы мүмкін. Жүйелі қателердің түрлері. Бірінші, іріктеумен байланысқан жүйелі қате. Ол пациенттердің салыстырмалы топтары зерттелетін фактор бойынша ғана емес, нәтижеге әсер ететін басқа да факторлар бойынша айырмашылықтары болған кезде пайда болады. Екінші, өлшеумен байланысқан жүйелі қате. Бұл жағдайда салыстырмалы топтарда әртүрлі өлшеу әдістері қолданылып, өлшеу жүргізу бойынша тиісті нақты нұсқаулықтың болмауы мүмкін. Үшінші, араласатын факторларға байланысқан жүйелі қате, яғни конфаундер. Жүйелі қате бір фактор басқаларға байланысты болған және бір фактор әсері екіншісінің әсерін бұрмалаған кезде пайда болады. Кездейсоқ қателердің түрлері. Бірінші, өлшеу қателіктері, яғни іріктеменің артефактілердің жеткіліксіз қуатының салдарынан пайда болатын қателер. Екінші, тіркеу қателері, бақылау процесінде фактілердің дұрыс анықталмауы немесе олардың дұрыс жазылмауы салдарынан пайда болады және де жаппай, сондай-ақ жаппай емес бақылау кезінде де пайда болуы мүмкін. Үшінші, тасымалдау қателері, яғни бастапқы құжаттан немесе қағаз тасығыштан аралық құжатқа немесе өңдеу картасына немесе компьютерге деректерді тасымау кезінде пайда болатын қателер. Кездейсоқ қатенің нәтижеге әсері қандай? Кездейсоқ қатенің жүйелі қатеден айырмашылығы ол бағалаудың ақиқаттан бір немесе басқа жатқа ауытқуын тудырады. Және де бірдей ықтималдықпен кездейсоқ вариация жоғары бағаға және де төмендетілген бағаға әкеледі. Яғни қайталап өлшеу кезінде ол бірде жоғары немесе бірде төмен болуы мүмкін. Жүйелі және кездейсоқ қателердің айырмашылығы неде? Жүйелі қате немесе bias өлшеу нәтижелерінің бір бағытты ауытқуын береді, яғни қайта өлшеу кезінде тура сол қателік шығады. Шама таңдау көлеміне байланысты емес және де жоспарлау кезеңінде азайтылуы немесе нәтижелерін талдау кезеңінде ескерілуі мүмкін. Кездейсоқ қате немесе шашырату жоғары немесе төмендетілген бақылаудың бірдей ықтималдығы, яғни бағана айта кеткендей қайталап өлшеу кезінде бірде жоғары бақылауға ие болса, бірде төмен бақылауға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ шама таңдау көлеміне байланысты емес және де нәтижелерді талдау кезеңінде бағалануы және ескерілуі мүмкін. Қателерді қандай жолмен азайтуға болады? Яғни жоспарлау кезінде келесі сұрақтарға жауап анықтау маңызды. Осы зерттеу жағдайында жүйелі қате мүлдем қатыса ала ма?
бұл зерттеуде қате бар ма және бұл қате нәтижелердің клиникалық мәнді бұрмалауын тудыра ма? Сонымен қателерді қалай айтуға болады? Жүйелі қателерді болдырмау үшін материалды іріктеудің арнайы әдістері қолданылады. Ең жақсы әдістің бірі болып соқыр рандомизация саналады. Соқыр бақылау, қос, 3 есе соқыр бақылау. Кездейсоқ қателерді ескеру үшін статистика әдістерін дұрыс қолдана білу керек. Беймәлім жүйелік қатені түзету мүмкін емес. Жүйелі қателерді азайту жолдары. Яғни жоспарлау кезеңінде қолданылатын әдістерге рандомизация, шектеулер енгізу және тиісті жұптарды таңдау жатады. Рандомизация, яғни әрбір пациенттің белгілі бір топқа кіруге тең мүмкіндігі болатындай етіп, пациенттерді кездейсоқ топтарға бөлу. Шектеулер енгізу, яғни зерттеуге енгізілетін пациенттер ауқымын шектеу. Тиісті жұптарды таңдау, яғни салыстыру тобы үшін бірдей сипаттамалары бар, бір немесе одан да көп пациенттің бір тобында әрбір пациентке таңдау. Рандомизация. Рандомизация, яғни өзімізге бұрыннан белгілі, науқасты белгілі бір зерттелетін топқа кездейсоқ жатқызу әдісі. Барлық бөгде факторларды теңдестірудің жалғыз жолы әрбір пациенттің әсер ету тобына және онсыз топқа енуге тең мүмкіндігі болатындай етіп пациенттерді кездейсоқ түрде топтарға бөлу болып табылады. Рандомизация пациентке әсер ету ықтималдығын тек болжамға әсер етуі мүмкін факторлардың ғана емес, сондай-ақ біз тіпті білмейтіндерді де теңестіреді. Осылайша рандомизация бізді болжау факторларына қатысты дұрыс емес қорытындылардан қорғайды. Дегенмен рандомизация әдетте болжау зерттеулерінде қолданылмайды. Шектеулер енгізу әдісі. Маңызды бөгде факторлардың әсер ету ықтималдығын теңестіру үшін зерттеуге енгізілген пациенттердің контингентін тек сипаттамалардың тар диапазоны бар адамдар арқылы ғана шектеуге болады. Мысалы, жіті миокард инфарктінен кейінгі болжамға жастың әсері асқынбаған алдыңғы орналасу инфарктісі бар ерлерде зерттелуі мүмкін. Алайда шектеулі қосу топтардың біртектілігіне ықпал ететініне қарамастан, бұл нәтижелерді қорытудан бас тарту бағасымен қол жеткізіледі. Әлеуетті қатысушыларды алып тастау процесінде типтік емес когорттар құрылуы мүмкін, және мұндай зерттеулердің нәтижелерін осы жағдайы бар пациенттердің көпшілігіне ауыстыруға болмайды. Тиісті жұптарды таңдау әдісі. Сынаушылар бір топтағы әрбір пациент үшін зерттелетін фактордан басқа осындай сипаттамалармен салыстыру тобында бір немесе бірнеше пациент болатындай таңдалуы мүмкін. Жиі емдеушілерді жасы мен жынысы бойынша таңдайды, себебі бұл факторлар көптеген аурулар үшін болжаммен қатты байланысты. Алайда мұндай іріктеуді аурудың сатысы немесе аурулық дәрежесі, үдеудің жылдамдығы және алдыңғы емдеу сияқты басқа да көптеген факторлар үшін ұсынуға болады. Яғни әрбір пациент үшін тиісті өзінің факторы бар жұп таңдау мүмкіндігі. Жұптарды таңдау жиі қолданылады және өте пайдалы болуы мүмкін болса да, ол жұптарды таңдау кезінде ескерілетін факторларға ғана негізделген жүйелі қатені теңестіруге мүмкіндік береді. Бұдан басқа, әдетте бірнеше белгіден астам ұқсас жұптарды таңдау мүмкін емес. Өйткені практикада іріктеудің барлық критерийлерін қанағаттандыратын пациенттерді табу өте қиын. Сонымен қатар, егер жұп таңдау кезінде пайдаланылған сипаттамалар салыстырмалы түрде өрескел болса, іріктелген топтар арасында айырмашылықтар әлі де қалады. Мысалы, егер Даун синдромы бар баланың туу қаупін 10 жылдық ауқымда аналардың жасына байланысты жұптарды іріктеу арқылы зерттеу жүргізілсе, онда науқас баланың туу жиілігі анасының жасына байланысты топтар арасында 10 есе дерлік ерекшеленеді. Олардың көпшілігі 30 жастағы, ал екіншісі 39 жастағы әйелдерді құрайды және тағы енгізілген шектеу немесе жұп таңдау кейбір белгі бойынша жүргізілетіндіктен, оның нәтижесіне әсерін бағалау мүмкін емес.
Жүйелі қателерді талдау кезінде азайту жолдары. Яғни стратификация әдісі және де қарапайым стандарттау әдісі. Стратификация дегеніміз зерделіктің фактордың бастапқы тәуекелі бірдей топ ішіндегі нәтижелердің жиілігіне әсерін салыстыру. Қарапайым стандарттау қандай да бір сипаттаманың бастапқы мәнін бастапқы тәуекел бойынша топшаны теңестіру үшін математикалық түзету. Стратификация әдісі stratification деректер жиналғаннан кейін олардың талдауы жүргізіледі және нәтижелері ұқсас сипаттамалары бар пациенттердің кіші топтары бойынша ұсынылады, яғни страталарға бөлінеді. Мысалы, А және Б ауруханаларында аортокоронарлық шунттау операциясы кезінде операциядан кейінгі өлім-жітімді салыстыру керек деп болжайық. Барлығы А ауруханасында 1200 операциядан 48 өлім, яғни 4%, ал Б ауруханасында 2400 операциядан 64 өлім, яғни 2,6% өлім тіркелді. Осы дөрекі көрсеткіштер бойынша Б ауруханасы А ауруханасынан қарағанда жақсырақ деп тұжырымдауға болады. Алайда ол шын мәнінде солай ма екен? Екі ауруханадағы емделушілер болжам бойынша тең емделген жоқ. Олардың жасы, миокард қызметі, стеноз дәрежесі және басқа да сипаттамалар негізінде пациенттерді операцияға дейін қаупі бойынша әртүрлі кіші топтарға бөліп, содан кейін әрбір топ шегінде операциядан кейінгі өлім-жітімді салыстыруға болар еді. Пациенттер операцияға дейін қауіп бойынша бөлінген соң, әрбір қауіп тобындағы операциядан кейінгі өлім-жіті екі ауруханаға да бірдей болғанын көруге болады. Яғни тиісінше жоғары, орташа және төмен қаупі бар пациенттер үшін 6, 4 және 0,67% болған. Яғни бұл жағдайда бастапқы шығарудың айқын көзін бағалау үшін өлім-жітінің өрескел көрсеткішін ғана пайдаланған қате болған. Шын мәнінде екі ауруханадағы пациенттің сипаттамалары елеулі түрде ерекшелі. Яғни А ауруханасында пациенттердің 42% жоғары қауіпке ие болса, Б ауруханасында пациенттердің 17% ғана жоғары қауіпке ие болған. Стратификация әдісі жүйелі қатемен күрестің жиі қолданылатын және пәрменді тәсілдерінің бірі болып табылады. Бұл кестеде көріп отырғанымыздай, бұл стратификацияның жаңағы алдыңғы мысалда келтірілген үлгісі болып саналады. Операцияға дейінгі қауіпке байланысты науқастарды кіші топтарға бөлгеннен кейін екі ауруханадағы аортокоронарлық шунттаудан кейінгі өлімнің гипотетикалық көрсеткіштері, яғни А және Б ауруханасында А ауруханасында жоғары қаупі бар пациенттер саны 500, ал 1200-дің 500-і жоғары қауіпті пациенттер болса, Б ауруханасында 2400-дің 400 пациенті жоғары қауіпті пациент болған. Көріп отырсыздар. Ал жалпы өлім пайызы, жіті өлім пайызы бойынша екі аурухана пайызы тең болған. Стандартизация әдісі, егер оларды нәтижеге әсер ететін факторлардың салмағы тең болатындай етіп түзетсе, жүйелі қатеден екі көрсеткішті салыстырғанда құтылуға болады. Бұл процесс стандарттау немесе түзету деп аталады, яғни стандартизation. Оның мәні біз әрбір кіші топ үшін бастапқы жиілігін есептейміз, содан кейін екі гипотетикалық салыстырмалы топтарды қарастырамыз. Онда әрбір тиісті кіші топ өзінің шығу жиілігінің өзіндік көрсеткішімен пациенттердің тең санымен ұсынылған. Бұның алдындағы мысалда 6%-ға тең жоғары қаупі бар пациенттер үшін өлім көрсеткіші А ауруханасында үлес салмағы 1200-ден 500-ді құрап, ал Б ауруханасында үлес салмағы 2400-ден 400-ді құрады. Нәтижесінде А ауруханасы үшін өлімнің өрескел көрсеткіші 0,04-ге тең болса, Б ауруханасы үшін 0,26-ға тең болды. Егер кіші топтар үшін тең салмақ енгізсе, мысалы, ондай бір шаманы алатын болсақ, сандар қандай да бір ауруханаға немесе кез келген басқа референттік популяция үшін деректерге негізделуі мүмкін. Онда ауруханасындағы стандартталған өлім көрсеткіші мына формуламен 0,036-ға тең болды деп алып, және сол сияқты Б ауруханасында да 0,036-ға тең болды деп алып, барлық топшалардың бірдей салмағының арқасында екі топта да А
ауруханасында операциядан кейінгі көрінетін артық қауіп толығымен жойылды деуге болады. Ауруханадағы операциядан кейінгі өлім-жітімнің өрескел көрсеткіші арасындағы айырмашылықтар емделушілерде операцияға дейінгі тәуекелдің айырмашылықтарына байланысты жүйелі қатенің нәтижесінде туындайды. Бірақ бізді пациенттермен емес, хирургтердің ауруханамен және біліктілігімен байланысты айырмашылықтар ғана қызықтырады. Өлім-жітімнің өрескел көрсеткіштеріндегі айырмашылықтар пациенттердің айырмашылығынан туындаған, ал стандартталған өлім-жітімнің көрсеткіштері екі ауруханадағы пациенттердің операцияға дейінгі қатерінің салмағын теңестіреді. Стандарттау көбінесе болжамдық зерттеулерге қарағанда тәуекел зерттеулерінде қолданылады, яғни жиілік көрсеткіштері әдетте жасына, жынысына немесе нәсіліне қарай стандартталатын әдістер. Стратификация әдісіне қарағанда болжамдық зерттеулерде, яғни жиі қолданылатын стратификациялық әдісімен салыстырғанда стандарттау бөгде факторлардың әсерін жояды. Стратификация кезінде фактордың әсері, егер ол бөлу жүргізілетін белгі ретінде пайдаланылса да, анықталуы мүмкін. Осылайша стандарттаудың арқасында біз А және Б ауруханаларының пациенттердің бірдей болжамы бар екенін көрсеттік. Стратификация көмегімен сол нәтиже алынды. Жүйелі қателерді талдау кезінде азайту әдістерінің ішіне көпше стандарттау және ең жақсы нұсқа, ең жаман нұсқа талдаулары кіреді. Көпше стандарттау математикалық модельдеу әдістерін қолдана отырып, көптеген әсер ететін факторлар бойынша айырмашылықты түзету әдісі. Ең жақсы нұсқа, ең жаман нұсқа талдауы, егер іріктеу кезінде жүйелі қатенің ең жоғары айқындылығы туралы жорамалданса, мүмкін болатын нәтижелерді сипаттау әдісі. Көптеген стандарттау әдісі. Клиникалық жағдайлардың көпшілігінде бір мезгілде көптеген факторлар әсер етеді. Олардың арасында күрделі өзара әсер бар. Бұл айнымалылар бір-бірімен, сондай-ақ зерттелетін нәтижемен байланысты болуы мүмкін. Бір фактор басқа фактор әсерін өзгерте алады, ал екі немесе бірнеше факторлардың жалпы әсері кейде олардың жеке әсерлерінің қарапайым сомасынан көп болады. Көп факторлы талдау немесе multivariable analysis бұл көптеген айнымалылардың әсерлерін бір мезгілде қарау әдісі. Ол бір фактордың тәуелсіз әрекетін анықтау үшін көптеген айнымалылардың әсерін бір мезгілде түзету үшін қолданылады. Сонымен қатар, әдіс айнымалылардың үлкен санынан олардың кіші жиынын бөліп алуға мүмкіндік береді. Ол нәтижеге тәуелсіз және елеулі үлес қосады және олардың нәтижеге әсер ету күші бойынша айнымалыларды реттеуге мүмкіндік береді. Кокстың пропорционалды тәуекелін талдау әдісі бұл оқиғаның басталу уақыты нәтиже болған жағдайда қолданылатын көп факторлы талдау түрі болып табылады. Көп факторлы талдау көптеген деректерді, яғни айнымалыларды өңдеудің жалғыз нақты тәсілі. Зерттеу талдау кезеңінде көптеген айнымалылармен бірден іс жүргізуге тура келеді. Рандомизация көптеген айнымалыларды бақылайды, бірақ зерттеу жүргізу және жоспарлау кезеңдерінде ғана. Стратификация немесе тиісті жұптарды таңдау сияқты неғұрлым қарапайым әдістер бір мезгілде бірнеше айнымалыларды ғана қарауға мүмкіндік береді. Сонымен бірге статистикалық құятқа зиян келтіреді. Сезімталдықты талдау әдісі. Маңызды болжамдық факторлар туралы деректер болмаған кезде, олардың әлеуетті әсерін салыстырмалы топтар арасында осы факторларды бөлудегі сәйкессіздіктің әртүрлі дәрежесін болжай отырып және нәтижеге қалай әсер ететінін бақылай отырып бағалауға болады. Мұндай процесс сезімталдықты талдау, sensitivity analysis деп аталады. Ең жақсы нұсқа, ең жаман нұсқа талдауы болжау үшін пайдаланылатын айнымалыны бөлудегі ең аз және ең көп сәйкессіздік жорамалына сүйене отырып, нәтижелер салыстырылатын сезімталдықты талдаудың арнайы түрі болып табылады. Нашар болжам факторлардың зерттеу нәтижелеріне әсерін тексеру үшін қатаң сынақ. Аз қатаң көзқарас фактор екіталай түрде топтар арасында бөлінген деген болжамнан тұрады.
Мысалы, қант диабетінің жеңіл түрлерін емдеу әдістерін зерттеген кезде талбутамид препаратын тағайындаған емделушілерде инсулин немесе тек қана диетаны тағайындаған емделушілерге қарағанда жүрек-қан тамыры ауруларының өлім қаупі жоғары екені анықталды. Нәтиже сынға алынды, себебі авторлар талдау кезінде темекі шегу туралы деректерді жинамады және ескермеді, ал бұл жүрек-қан тамырлары өлімінен байланысты белгілі факторлардың бірі болып табылады. Егер шылым шегушілер бір топқа бөлінсе, атап айтқанда талбутамид алған адамдардың арасында олардың саны көп болса, онда айырмашылықтар талбутамид тағайындаумен емес, темекі шегумен байланыстыру керек еді деген болжам айтылды. Алайда Конфелдтің айтуы бойынша, егер талбутамидпен емделген топта темекі шегетіндердің саны бақылау тобына қарағанда 20%-ға көп болса да, талбутамидпен емделген науқастар тобындағы жоғары өлім қаупі әлі де сақталар еді. Демек, топтар арасындағы байқалатын айырмашылықтарды шылым шегушілерді таратудағы сәйкессіздікпен байланысты жүйелі қателік есебінен түсіндіруге болмайды. Әдетте зерттеушілер жүйелі қатені жоюдың бір әдісімен шектелмей, бірнешеуін бірақ қолданады. Кездейсоқ қателерді азайту жолдары. Биостатистика әдістерін қолдана отырып, зерттеудің барлық кезеңдерінде техникалық процедуралардың сапасын бақылау, яғни қайталама іріктеу рәсімдері, басқа орындаушы немесе тәуелсіз сарапшының орындауымен, алғашқы құжаттама мен жұмыс істеу, деректерді компьютерге енгізу, өлшеу және тағы басқа жұмыстар жүргізу. Нақты рұқсат етілген мәліметтерге сандық деректердің сәйкестігін логистикалық бақылау. Бұл сайттан жүйелі қателердің көздері мен олармен күресу әдістерін көре аласыздар. Яғни қай кезеңде туындаған жүйелі қателіктерде қандай әдістерді қолданып, оларды азайтуға болатын мүмкіндіктер. Жүйелі және кездейсоқ қателерді жою немесе азайту үшін қажетті шарттар. Бірінші, арнайы хаттаманың болуы, негіздеме, мәні мен мақсаты, зерттеу кезеңдері, зерттеу субъектілерін іріктеу әдістері, жүйелі және кездейсоқ қателерді болдырмау тәсілдері бар арнайы хаттама. Зерттеуге қатысушылар, оның ішінде жергілікті персонал, супервайзерлер, ғылыми қызметкерлер, ғылыми жетекшілер, жоба директорлары, менеджерлер үшін арналған нақты нұсқаулықтардың болуы қажет. Сонымен қатар, зерттеу субъектілерінің ақпараттық келісімі бір үлгідегі аспаптық құралдармен және әдістермен, стандартты зертханалық құралдармен және реактивтермен өлшеуді бірыңғай әдістеме бойынша жүргізу құжаты, зерттеу жүргізудің технологиялық процесінің барлық кезеңдерінде сапаны бағалау шарттары міндетті түрде орындалуы керек. Осымен бүгінгі тақырыбымызға қатысты лекциямыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.